сіздермен құрметті көрермендер, мен Рудный қаласы номер 15 орта мектебінің 10 сынып оқушысы Нұрмұратова Сылзат. Саясаттағы пікір бары номинация Қазақстанның жеті кереметі. Ал тақырыбы менің кіші отанымның жеті кереметі. Жоба мақсаты Қазақстанның барлық аумағындағы тарихи маңызы бар жерлер туралы мәліметтер жинақтап, ұлы даланың жеті қырына бағытқа ала отырып, оқушыларға саяхат ұйымдастыру. Жоба міндеті мектеп оқушыларына ұлы даланың жеті қыры бағытында экскурсия ұйымдастыру жолдарын қарастыра отырып, бағыттарды анықтау және әрбір қаланың өз кереметтерімен таныстыру. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, халқымыздың рухани тамырынан нәр алу үшін төл тарихымызға қатысы бар мәдени мұраларды жан-жақты зерттеу болып отыр. Ұлы даланың жеті қыры мақаласы негізінде мен өз жобамды сіздерге ұсынғым келеді. Біздің мектеп рухани жаңғыру Қазақстанның жеті кереметі жобасы тақырыбында 2017 жылдан бастап жұмыс жасап келеді. Жұмыс жасау барысында біз Рудный Астана бағыты бойынша Экспо 2017-ге саяхаттаған болатынбыз. Орындалу уақыты 2017 жыл тамыз айы, бала саны 50. Және жобаны әрі қарай жалғастыру мақсатында Ұлы Жібек жолы бағыты бойынша Рудный-Шу Түркістан қаласына саяхаттаған болатынбыз. Орындалу уақыты 2019 жыл наурыз-сәуір айы, бала саны 100. 2019 жылы Түркістан облысына саяхат барысында біз көптеген ескерткіштерге, көптеген тарихи маңызы бар қалаларға саяхаттап, Астана Назарбаев мұражайына да экскурсияға барған болатынбыз. Оқушылардың алған эмоциялары өте керемет болды. Суреттерден өздеріңіз байқағандай. Және жобаны әрі қарай жалғастыру барысында бағытымыз Рудный Қостанай, жол ұзақтығы 1,5 сағат, ал орындалу уақыты 1 жыл, бала саны 45-50. Біз Ыбырай Алтынсарин мавзолейіне 2019 жылы қараша айында 150 оқушымен барған болатынбыз. Оқушылардың алған эмоциялары өте керемет болды, керемет әсер алып, демалып қайтты. Және де жобаны әрі қарай жалғастыру мақсатында мен ұлы даланың жеті қыры мақаласын негізге ала отырып, қаламыздағы жақын жерлерді қарастыра отырып, саяхаттау ұсынып отырмын. Және ұлы даладағы ежелгі металлургия бағыты бойынша Рудный Соколов Сарыбай кен орнына экскурсияға баруды ұсынамын. Орындалу уақыты 4-5 ай, бала саны 50. Атқа міну мәдениеті бағыты бойынша Рудный Қостанай Заречный. Орындалу уақыты 1-2 жыл, бала саны 500. Түркі әлемінің бесігі бағыты бойынша бағытымыз Рудный-Шу Тараз қаласы. Орындалу уақыты 1-2 жыл, бала саны 50-100. Қазақстан алма мен қызғалдақтың отаны бағыты бойынша Рудный Қостанай Наурызым қорығына саяхат. Бала саны 50-100, орындалу уақыты 1 жыл. Алтын адам бағыты бойынша Рудный Алматы Есік қаласы. Бала саны 100, орындалу уақыты 1-2 жыл. Аң стилі бағыты бойынша Рудный қалалық мұражайына экскурсия, бала саны 50-100, орындалу уақыты 4-5 ай. Неліктен оқушыларға сабақтарды экскурсия ретінде өткізбеске? 4-ші, 5-ші, 6-ші сынып оқушылармен мұражайда өтілетін сабақтар оқушыларға өте қызықты болатынына сенемін, және де көзбен көріп танып білген тарихи мұралар есте жақсы сақталып, оқушылармен қызығушылықтарын арттыратынын сөзсіз. Жобаны жүзеге асыру қадамдарын ең алдымен қарастырған болатынмын. Ең алдымен баратын жерді белгілеу, мәліметтер жинау тарихына үңілу, реклама жарнама қарастыру, экскурсанттармен байланыс орнату, оқушылардың тізімін жасау, жол шығынын анықтау, ата-анамен байланыс орнату, оқушылармен түсіндіру жұмыстары, саяхаттау, фотостенд, саяхаттан суреттер жасап, оқушылармен бөлісу. Ұсыныс, мектеп оқушыларын қала деңгейінде арнайы тарихи мәдени тақырыптарда, музейде, зауыттарда экскурсия ретінде сабақтар өткізу. Демалыс уақытында оқушылармен тарихи мәдени маңызы зор жерлерге саяхаттау, экскурсия өткізу. Жобадан күтілетін нәтиже Қазақстан картасы арқылы көрсетілген тарихи мәдени ескерткіштерді таниды, еліміздің көркеюіне деген өз үлестерін қосады. Қорытынды, біздің жобамыз карта арқылы жүзеге асырылып, еліміздің тарихи мәдени орындарға бай екенін көрсетеді. Насихат жұмыстарын жүргізе отырып, рухани жаңғыру аясында түрлі іс-шараларды осы жоба арқылы оқушылармен саяхат жасау. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.